Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Шындығына келсек, Қазақстан әлемдегі ең бай мемлекет деп ауыз толтырып айтуға болады. Дегенмен жергілікті қарапайым халықтың тұрмысы бұл сөзді тек биліктегі шенеуніктерге арналғанына дәлел дейміз. Қазіргі таңда елімізде жаппай несиеге тәуелділік белең алып тұр. Қарапайым халықтың басым көпшілігі ұсақ немесе тұрмыстық техникаларды болсын несиеге алып жатады. Соның салдарынан болар банктерге деген сұраныс артып, оның ақыр аяғы жаппай қарыз алушыларға айналып үлгерді. Әрине барлығы қажеттіліктен туындайды, дегенмен осы банктерге барғанда қарапайым халықтың әдемі жарнамаға да елігіп қалғанын байқаймыз. Қаржылық сауаттылықтың жоқтығынан несие пайызын ескеруді ұмытып кетеді. Құдды бір қайтарымы жоқтай мол ақшаға көз алданып, ертеңгі күні артындағы сұрауы да бір сәтке ұмыт болады. Мұндай жағдай басыңыздан өткен де шығар. Несие бойынша соңғы жаңалықта еліміздің азаматтарына қарызынан түгел құтылған адамдардың кредит тарихын сақтау мерзімі 10 жылдан 5 жылға дейін қысқарады. Парламент тиісті өзгерістер енгізілген заңды қабылдады. Сенатта кейбір заңнамалық актілерге банктік, микроқаржылық және коллекторлық қызметті реттеуге қатысты өзгерістер енгізу туралы заң жобасы екі оқылымда қаралды. Құжатта кредит тарихы нашар адамдарға аса қажет болған жағдайда кредит алуға мүмкіндік беретін норма көзделген. Азаматтардың кредит тарихын сақтау мерзімі маңызды мәселе болып отыр. Банктер өткен 10 жылда қарызын уақытылы төлемей, мерзімін өткізіп алған адамдарға кредит беруден бас тартады. Кредит тарихын сақтау мерзімі 10 жылдан 5 жылға дейін қысқарғанда 490 мыңға жуық отандасымыз қажет болған жағдайда банктер мен микроқаржы ұйымдарынан кредит ала алады, деді сенатор Ольга Перепечина. Тағы бір кезек күттірмеген коллекторлардың қызметін реттейтін түзетулер де қабылданды. Енді оларға коллекторлық агенттікке тіркелмеген бөтен адамдардың телефон нөмірінен борышкерлерге хабарласуға тыйым салынады. Одан басқа агенттіктер борышкермен сөйлесудің кез келген процесіне бейне және аудио түрінде жазба жүргізуге міндеттеледі. Депутаттар бұл норма коллекторлардың борышкерлермен дөрекі сөйлесуіне немесе заңнаманы бұзуына жол бермейді деп санайды. Парламент сенаты заң жобасын екі оқылымда қарап, бір ауыздан қабылдады. Аталған құжат Тоқаевтың қол қоюына жіберіліп отыр. Қазіргі таңда елімізде несиеге жаппай амнистия жариялау керектігі туралы ұсыныстар халық арасында ғана емес, парламент қабырғасында да айтылуда. Осы уақытқа дейін ел қазынасын миллиардтап жеген жемқорлардың аузынан жырып алып, халыққа үлестірер кез қашан келер екен? Қоғамның ащы үні ел басшысының құлағына жетіп, мемлекет пен оны құрайтын негізгі конструктор халықтың тілегі мен мақсаты бір болса, күрмеусіз мәселелер де өз шешімін табар еді. Биліктің барша қазақстандықтардың кредитін бір жолға кешіруін қолдар ма едіңіз? Өз ойыңызды айтар пікіріңізді төмендегі комментарий бөліміне өтіп қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.